Ассалаумалейкум достар, қалайсыңдар? Бүгін біз сендерге Power Slap, яғни шапалақ атты шоудың сендерге қазақша қысқаша обзорын көрсететін боламыз. Ендеше видео бастамастан бұрын лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Ендеше біз, егер осы видео жақсы қаралым жинаса, осы 2025 жылғы ең үздік 10 аккаунтты көрсететін боламыз. Ал ендеше біз бастаймыз. Toughness is going to be the difference. It's going to be a hell of a light hit. Yeah. But it's not going to be easy. Ал ендеше біз 2023 жылғы топ 10 шапалақпен берілген аккаунттар топтамасын көрсететін боламыз. Ендеше біздің видеода 10-ші орында бұл Дамин Диббел атты жауынгердің нокауты. Бұл енді нокаут сұмдық болған екен. Бұндай шапалақ жау енді екінің бірінің қолынан келе бермейді десек те болады. Ал 9-ші орында бізде Нинц пен Вернон атты жауынгерлердің өзара шапалақтасуы. Ал енді бұл жерде Нинц бір шапалақпен ғана нокаутқа жіберіп отыр. Енді бұл сұмдық, тіпті қарсылас есін жоғалтып алды десек те болады. Енді бұндай шапалақ шоулар әрине күлкілі, бірақ бұның екінші жағында ойлауымыз қажет. Бұл өте адам өміріне қауіпті спорттың бірі десек те болады. Әрине сырт көзден қарағанда бұл күлкілі көрінуі мүмкін, бірақ бұндай шапалақ жеп қалсаң жағың айналып кетуі әбден мүмкін. Ал енді 8-ші орынға келетін болсақ, бұл жерде Скотт пен Роберт атты жауынгерлердің шапалақтасуы. Енді бұл жерде де тура сондай бір ғана шапалақпен қалың ұйқыға жіберіп отыр. Енді бұндай шапалақтар енді тіпті адамның түрін бұзып жібереді десек те болады. Бұндай шапалақ жеп ұйықтап қалу өте масқара ғой, шынымен де. Келесі жауынгерлердің де нокауттар тура осындай. Енді бұл шапалақ шоудың аты Power Slap екен айтып кетейін. Енді бұл шоу енді өте сұмдық. Егер қарайым десеңіздер, осы әлеуметтік желілерге жазып көрсеңіздер болады. Енді бұндай шапалақтар жеу енді өте қиын. Бұндай шоу енді мен қай жылы пайда болғанын есімнен шығып тұр, бірақ өте керемет шоу. Қателеспесем, бұл шоудың да президенті Дана Уайт болуы мүмкін. Мен кейбір видеолардан көргенде осы шоудың поясын сол Дана Уайт тағып жатқан болатын. Енді бұндай шапалақтар енді бұл да тура UFC сияқты 3-5 раундтан болады. Егер чемпиондық жекпе-жек болса 5 раунд болады. Міне осындай әдемі пояс екен, көріп тұрсыздар. Енді 6-ші орында осындай ауыр салмақтағы жауынгерлер. Енді бұндай нокауттар енді сұмдық, айта кете берсек. Ал енді қолдау болса, біз тіпті осы шоудағы ағылшынша сөздерді аударып осы YouTube каналымызға салатын боламыз. Енді бізге барынша қолдау қажет. Осы каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, қазақша контенттерді қолдасаңыздар өте керемет болатын еді. Енді бұл шоудың бар екенін білмейтін адамдар да болуы мүмкін. Ал енді қызығатын адамдар болса, барынша қолдау күтетін боламыз. Ал ендеше осы видеоның жалғасын ақырын жай музыкамен көре берсеңіздер болады. Ал ендеше мен көп сөйлемейін. She unleashed the beast. Oh, and he missed the headbutt of the table. Poor guy, just to add insult to injury. Russell, I know.